Жалынды сәлем, каналға қош келдіңіздер. Мына видеоға қараңызшы. Бұл жерде UFC-дің ең мықты жұлдыздары UFC-ге келмей тұрып, бір рет болса да жеңілген сәттер көрсетілген. Осыған қарап тәжірибесі, яғни опыт, ММА-де қатты керек екенін түсінесің. Мысалы, мына кадрлардағы Шавкат Рахмоновтың весовой категориясындағы қазіргі чемпион Леон Эдвардстың дисквалификация арқылы жеңілуі. Ал мынау видеода сол салмақтағы бұрынғы чемпион Камару Усманның сабмишн арқылы жеңілуі. Ал мына жерде карьерасын ММА-де енді бастаған Волкановский нокаутқа ұшып жатыр. Кезінде өте мықты болған Йоэль Ромеро мынау сәтте нокаутқа ұшып жатыр Strikeforce организациясында. Мына кадрларда өте жас Жозе Альдо удушающийға түсіп қалыпты. Одан кейін ол 10 жыл бойы ешкімге жеңілмеген. Бұл видеоны сіздерден көбісі көрген шығар. Бұл Battle of Nomads деген турнирде болған сәт Астанада. Шавкат Рахмонов Фарудин Одиловқа қарсы кездесуінде екінші раундтың соңына қарай тәжік спортшысынан қатты соққы өткізіп алған еді. Бірақ соның өзінде де шыдамдылық пен төзімділік арқасында жеңіске жетті. Осындай қиын жекпе-жектерден жеңіске жетуі бұл батырды ММА саласында ең үлкен биіктіктерде көрінетінін білдіртті. Видеоны соңына дейін қараған үшін үлкен рахмет. Барлығыңызға сәттілік.